Ыдырыс пайғамбар ілім білімге құмар болыпты. Ыдырыс деген аты да дәріске құмар дегенді білдіреді екен. Ілім іздеп жаяу ел кезеді. Бір күні екі аяғынан әл кетіп: «Уа Тәңірім, маған мінетін көлік бер. Көлігім кітап артқанда қиналмай көтеретін мықты болсын. Өзі тамақ талғамас қарапайым болсын» депті. Сонда Жаппар хақ: «Тасты таяғыңмен ұр» дейді. Пайғамбар тасты ұрғанда одан екі құлағы қалқиған есек пайда болады. Ыдырыс есекке жүгін артып, сапарын жалғастыра береді. Есекті қанша ұрса да денесіне таяқ батпайтыны тастан жаратылғандығынан екен. Ыдырыстың көлігін көрген Ібліс: «Уа Құдайым, Ыдырысқа көлік бердің. Мен де ілімге құмар болдым, талай құлшылық қылдым. Соны өтеуіне маған да есекті көлік ет» дейді. Содан бері ниеті бұзылған адамдарды Ібліс көлік етіп мінетін болыпты.